Бүгін выходной деп сағат 10-ға дейін ұйықтап кухняға кірсем, жолдасым бір пачка сосисканы қуырып тастаған. Келіңдер, давайте күшлеп завтрак жеп аламыз деп. Қой құрсын деп бәріміз жағаласып тұрып жеп алдық. Енді мына ыдыстардың бәрін кім жуады десем, конечно, Жан сен жуасың дейді. Артынан осындай бір шоколад беріп мәз қылып жүрген ғой, сен күшті қылып жуасың деп. Біз әйелдерге айтамын да, осындай бір тәтті берсек кәдімгідей мәз болып жүреміз. Сол энергиямен тоқтай алмай қазір булочка жасап жіберейін дедім ғой. Негізі деймін да, выходной болса осы кухнядан целый день шықпаймыз ғой. Уборка, готовка, стирка бәрін осы күнге қалдырып қоймыз. Неге басқа күні жасасақ болмайды деймін да. Барлығын жағаласып бір күнде кәдімгідей бітіруіміз керек деймін. Сосын жесе булочкамды пісіріп, жақсылап обедке чай берейін деп жатырмын. Бір уақытқа қарасам, кеш батып қалыпты. Сосын тез бір сүйегім бар едік, мини бешбармақ жасап жіберейін. Кішкентай сүйектің өзінен бір талай кәдімгідей ет шығады. Енем айтады, бұндай сүйектерді ұзақ қайнату керек, сол кезде дәмді болады деп 2-3 сағат қайнаған шарт. Сосын тезе қамырымды салдым, обязательно картошка, морковь балалар болғаннан кейін. Сосын біз ашыны жақсы көреміз, осындай огонек қоямын дастарханға. Біз жақта шертапалоқ деп атайды, сіздерде қалай атайды, жаза кетіңіздер. Әжем өткенде осындай өз қолымен тоқып әкеп берген ғой. Ыдыстардың астына қоясын деп, сосын бәріміз шулап отырып тамақ жеп алдық.